Ассалаумағалейкум. Қалай музыка жазуға болады? Қазір көрсетемін. Тегін жазуға болады, бесплатно. Қалай жазуға болатынын көрсетемін. Мысалы, мына музыканы қалай жазамыз? Қазір көрсетемін. Тыңдап көріңіздер. На районе знают все, вылетел как пуля. Мух за рулем, держись, дорога, не скучай. На капоте светится желтая мула. Яндекс горит, новый заказ выручай. С левой руки кофе, справа навигатор. В ухе блютуз, в душе рок-н-ролл. Если пробка не беда, объедет трактор. Так, Sunai деген приложение. Соны Play Market'тен немесе App Store'дан тартып алу керек болады. Оны қазір көрсетемін. Мына поискқа жазамыз. Sunai деп. Sunai. Осыны жазамыз. Сөйтіп мынау екінші приложение, қызыл приложение. Осыны тартып алу керек болады. Осыны тартып аламыз. Сөйтіп установить етіп алғаннан кейін ар жағын қазір көрсететін боламын. Так, енді бұны тартып алғаннан кейін ChatGPT-ға кіреміз. Сөйтіп ChatGPT-ға кіреміз да бізге музыка жазып беру керек болады. Так, песня про муху деп осы жерге мысалы жазамыз. Мысалы, напиши песню про муха, которая таксует в Яндекс, такси Шумахер, доставками тоже занимается деп жазсақ, музыка шығарып береді, өлең шығарып береді. Осыны аламыз да копировать етіп аламыз. Мысалы, копировать деген басамыз, копировать етіп аламыз. Немесе мысал үшін так, мысал үшін песня про папу деп шығаруға болады. Мысал үшін, мысалы, имя у него Абай таксует деп үстіп шығарып, жаңағыдай жазсаңыз шығарып береді полный. Осында копировать етіп ставить етуге болады. Енді біз копировать еткеннен кейін не істейміз? Копировать еткеннен кейін Sunai'ға кіреміз. Сөйтіп мынау ненің суреті тұрғанды басамыз. Ненің қызыл әннің суреті тұрғанды басамыз. Сөйтіп осы жерге текст песен дегенге ставить етеміз жаңағы жазғанымызды. Сөйтіп осы жерден керек еместерін өшіріп тастаймыз. Мысалы үшін керек еместерін өшіріп тастаймыз. Керек емес, дұрыс емес, жаңағы ChatGPT-дің керек емес жерлерін өшіріп тастаймыз. Такси Шумахер дегенді өшіріп тастасаңыз болады. Только куплет, соны қалдыру керек болады. Өстіп қалдырамыз. Үстемізде создать деген басамыз. Так, создать деген басамыз. Ваш курс пути дейді. Песня готовый дейді. Осы жерден соңғы екі өлең шығарып береді. Мысалы, бізде жаңадан шығарып берген мына екі өлең. Соңғысы. Мысалы үшін. Осы екі өлең шығарып берді. Тыңдауға болады. Бұны қалай копировать етіп сақтап аламыз? Мына плюсикті басамыз. Үстімізде сохранить деген болады. Осыған басамыз. Сөйтіп скачать в любом случае деген басамыз. Сөйтіп бізге скачать етіп береді. Мынау жерде мына папка загрузить ВК деген осы жерге баса беріңіз. Атын біліп алыңыз. Аты қандай екен? Соңғы өлең пайда болады. Міне сохранить деп басамыз. Сөйтіп сохранить етіледі бұл өлең. Бұл сохранить етілуде ұзақ уақыт алмайды. Сөйтіп сохранить етіледі. Сөйтіп бұны қайдан көруге болады? Мысалы, WhatsApp-тан жіберуге болады.
WhatsApp'қа кіреміз, мысал үшін. WhatsApp'қа кіреміз. Сөйтіп осы жерде мысал үшін жаңағы өлеңді жіберу керек болады. Ол үшін жаңағы аудиоға басамыз. Сөйтіп соңғы без названия деген соңғы өлең шыққан. Осы өлең жаңағы өлеңі. Осы өлеңнің үстін басып отправить етеміз. Мысал үшін. Сөйтіп негізі бұл өлең соткаңызға сақталады памятіне. Соны алып пайдалансаңыз болады.